Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Каспий Ньюс арнасында заңға сай бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз қылмыстық қудалауға түскен азаматтардың құқықтары. Біздің спикер, қонағымыз адвокат Жанар Кадыржановна. Қош келіп жатсыз. Уақытыңызды бөліп келіп жатқаныңызға рахмет. Қазіргі кезде мына енді қылмыстық қудалауға түскен азаматтардың құқықтары тақырыбы бойынша бүгін біз қозғағымыз келеді. Енді қай азамат болса да өмірде жағдайлар болуы мүмкін, осыған сәйкес азаматтар өзінің құқықтарын біліп жүру керек. Енді сол бірінші сұрағымыз, қылмыстық қудалау орбитына түскен азаматтың негізгі құқықтары қандай? Негізгі алғашқы құқықтары. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Енді әрине әрбір адам ол бейбітшілік қоғамда өмір сүргісі келеді. Енді адамның өмір кезеңінде кейде бір жағдайлар орын алып жатады. Яғни оның ішіндегі мына қудалау орбитасына түсу, қылмыстық қудалау орбитасына түсу сәттілер болып жатады. Енді ондай жағдайда әрбір тұлға өзінің құқықтарын жақсы білу маңызды. Неге десеңіз, жаңағы қандай да болса осындай қудалау орбитасына түсіп жатырғаннан кейін оның әрмен қарай қатты салдары болуы мүмкін, өзінің өміріне, отбасына өте қиындықтар тудыратын жағдай болуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші осындай жағдайға түскен тұлға ол өзінің құқығының ішіндегі не үшін бүгінгі күні ол осындай қудалауға түсіп жатқанын білуге өте маңызды. Әрине, мысалы полиция қызметкерлері, я болмаса тағы да басқа құқық қорғау органдарына қатысты бұл тұлғаны алып келіп, я болмаса оны көшеде тоқтатып жатырса, я болмаса қандай да болса өздерінің отыратын орнына шақыртып жатырған болса, ең бірінші ол даже бұл кісінің құқығы да емес, ең бірінші осы сол тұлғаны жаңағы алдыртып жатырған, сол тұлғаны шақыртып жатырған, тоқтатып жатырған қызметкер ең бірінші не үшін бұл тұлғаны тоқтатып жатырған, не үшін жауап дайындап жатырғанын жаңағы түсіндіру ол міндет, ол міндеті. Сондықтан кейбір енді өзіміздің тәжірибемізде де байқап көріп жатамыз, жаңағы істерімізде де не болып жатады. Кейбір тұлғалар заңсыз түсіп жатады. Кейбір тұлғалар жаңағы сол өздерінің құқықтарын дұрыс білмегендіктен басқа бір тұлғалардың қарсы әрекеттеріне жаңағы соның жауап беремін, соның жертвасы болып жаңағы болып жатады. Сондықтан ең бірінші маңыздысы, ең бірінші даже егерде бұл тұлғаны не үшін алып жатырған, не үшін оған сұрақ қояйын деп жатырған, түсіндірмей жатырған болса, ол бірден талап ету керек өзі. Не үшін мені тоқтаттыңыз, не үшін мені бүгінгі күні осына шақыртып жатырсыз, қандай, не туралы менен сіз сұрақ алайын деп жатырсыз. Ең бірінші соны білу керек. Егерде қылмыстық іс қозғалып, осы тұлға сол қылмыстық іс бойынша жаңағы осы қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысы бар тұлға деп жататын болса, онда ең бірінші жаңағы енді бұрын соңында бұл біздер қылмыстық істі қозғау туралы қаулы деп атап жүрдік. Қазіргі кезде тергеушінің шығаратын қаулысы болады. Яғни ол жаңа баянаттың негізінде қылмыстық істі өз өндірісіне қабылдау туралы деген қаулы болады. Ең бірінші сол қаулымен танысуға, ол жаңағы күдікті ретінде танылған тұлға болсын, я болмаса қорғалуға құқығы бар куә болсын, ол тұлғалар, осы екі статусы бар тұлға міндетті түрде осы қаулымен танысу. Соның ішінде қандай негізбенен істер қозғалып жатырған, қысқаша болса да істің фабуласы болады. Жаңағы біреудің арызы түсті ма, я болмаса жаңағы жалпы хабарлама арқылы істі қозғалып жатыр ма, сол өте маңызды. Сол кезде мысалы адамзаттар өздерді мына қорғаушының көмегіне жүгіну, адвокаттар туралы қысқаша айтып кетсеңіз, ол шақырған уақытта полиция немесе басқа құқық қорғау органдарын шақырған уақытта ол бірден адвокатты талап етуге құқылы. Сол бойынша бір толықтай айтып жіберсеңіз, мысалы кейбір кездерде заң талаптарына сәйкес тегінді көрсететін азаматтар білу керек, адвокатты қызметі тегін екен. Сол жөнінде айтып қысқаша тоқталып кетсеңіз, адамдарды біліп жүрсін. Әрине, енді адамзаттың құқығы, адамдардың құқығы, ол ең бірінші біздің ата заңымыз, Қазақстан Республикасының Конституциясында ол бекітілген. Одан кейінген де басқа қылмыстық процесс кодекстер бар, тағы да басқа заңдар бар. Әрбір заңдарда ең бірінші адамның құқығы.
Егер де осындай қылмыстық қудалау орбитасына түскен тұлғалар енді әрине ол өзінің мына кәсіби маман дейміз ғой, мына кәсіби маманның көмегіне жүгінген дұрыс болады. Енді біріншіден ол құқы, екіншіден жаңағы егер де бұндай тұлғалар өздері материалдық жағдайларына байланысты, тағы да басқа бір жағдайларына байланысты кәсіби маманның, кәсіби адвокаттың құқығына жүгіне алмайтын жағдайы болмай жатырса, әрине мемлекет тарапынан бүгінгі күні жаңа құқық көмек көрсетуге көзделген. Оның ішіндегі, бірақ енді онда мына құқық қорғау органы, яғни сотқа дейінгі тергеп тексеру органы деп айта берейін, жаңа тергеу. Соның қаулысының негізінде қаулы шығарылады, ол қаулы облыстық алқаға жіберіледі, және сол алқаның ішіндегі жаңағыдай тіркелген біздің адвокаттар соларға жаңағыдай оларға көмек көрсетуге жіберіледі. Енді әрине егер де қылмыстық қудалау, соның ішінде бүгінгі біздің тақырыбымыз қылмыстық қудалау орбитасына түскен тұлғалардың құқығы туралы ғой. Қылмыстық қудалау орбитасына түскен тұлға әрине мен жаңағы қандай тұлға болса да оларға ең бірінші кәсіби маманның көмегіне жүгінгені дұрыс деп санаймын. Себебі мына өзіміздің де тәжірибемізден де көріп жатырмыз, қаншама осындай жағдайға түскен тұлғалардың басты маңызды құқықтары түсіндірілмей жатады. Яғни қорғаушы ретінде ағайыны, жұбайы мысалы қатыса алады, бірақ дей тұрғанмен де маманы, кәсіби маманы болған адвокат қатысқан дұрыс деп отырсың. Енді ол қылмыстық процестік кодексінің талаптарында кәсіби маман, яғни кәсіби адвокатпен бірге тағы да басқа қорғаушылар қатыса алады. Ол тек қана жақын ағайындарының біреуі. Бірақ енді әрбір тұлғаның, оның барлығы заңгер болып келе бермейді. Заңның әрбір талаптарын нақты біле қоймайды. Сондықтан енді кәсіби маманға, кәсіби адвокатқа жүгінген дұрыс. Кәсіби адвокат оған ең бірінші қандай оның құқықтарын түсіндіреді? Ең бірінші маңызды құқықтары, ол алдын ала осы тұлғаменен өзіне қатысты болып жатырған жағдайға қатысты толық мәлімет алады. Және бұл тұлға енді әрине біздер кәсіби адвокат бола тұр, бұған сен міндетті түрде маған барлығын айт деп біз оны талап ете алмаймыз. Әрине біз оған өтініш білдіреміз. Себебі қандай қорғану позициясын ұстаймыз, қалай стратегия, қалай тактикамыз қалай болады, қорғану тактикасы, қорғану позициясын қалай ұстанамыз, соның барлығын дұрыс таңдау үшін, болашақта бұл тұлғаға дұрыс құқықтық көмек көрсету үшін міндетті түрде әрине көмекке жүгініп отырған адам ол өзіне қатысты жағдайды дұрыс айтып берген дұрыс болады. Сол алған мәлімет арқылы қорғаушы адвокат жаңағы өзінің позициясын құрады ғой. Енді мына кейде бір осындай істер болып жатады, яғни кәсіби маманда адвокатты шақыртпайды, болмаса бұл тұлға өзінің кәсіби адвокатқа жүгінуге құқығы бар екенін білмей жатады, дұрыс түсіне алмай, өзінің құқықтарын дұрыс пайдалана алмай жатады. Сол кезде жаңағы біреудің ықпалыменен, я болмаса провокация деп айтамыз, ондай да болып жатады. Я болмаса басқа тұлға өзінің жауапкершіліктен қашып кету үшін басқа тұлғаны итермелеп жіберуі мүмкін. Сол кезде оның берген жауаптары да өте маңызды болады. Әрине ең бірінші сол кезде кәсіби маманға жолығып, адвокатқа жолығып келсе, адвокат оған ең бірінші нені түсіндіреді? Оның құқығы, яғни бүгінгі күні жауапқа сізді шақырып жатыр ма? Сіз бұл жауапты беруге де құқыңыз бар, бермеуге де құқыңыз бар. Егерде себебі мына басынан бастап кәсіби адвокатпенен адвокаттың жаңағы дұрыс позициясынан жаңағы жүрген әрекет әрмен қарай да оның өзіне де оның құқықтарын сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде одан әрмен қарай егерде іс сотқа қарай жолданып жатырған болса, оған жаңағы өте үлкен пайдасы тиюі мүмкін. Пайдасы жаңағы енді былай түсіну керек, адвокат ол жаңағы қылмыстық қудалау орбитасына түскен тұлғаны, я болмаса былай деп айтайын, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаны заңды жаңағы жазадан алып кететін, я болмаса заңды тиісті жазадан босатып жіберетін тұлға емес. Оның адвокаттың да оның өзінің міндетін жаңағыдай не үшін адвокат керек, онда адамдар дұрыс түсінгені дұрыс. Себебі адвокат
сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде осындай қудалау орбитасына түскен тұлғаға оған құқықтық көмек көрсетеді. Түсінікті. Негізі осы қудалау орбитасына түскенде қылмысты азаматтардың ең бірінші нәрсесі олар жауап беруден бас тартуға да толықтай құқысы бар. Әрине. Ал кейбір уақытта осы сотқа дейін тергеу органының қызметкерлері оларды қорқытып, үркітіп, немесе сіз жауап бермейтін болсаңыз, сізді қылмыстық жауапкершілікке қосымша тартамыз дегенде де бар. Сол бойынша бір ақпарат ретінде айтып жіберіңіз, азаматтар да біліп жүрсін. Ол ешқашанда жауап бермеген үшін жауаптылыққа тартылмайтын. Мына енді қылмыстық сотқа дейінгі тергеп тексеру басталады ғой. Тергеу басталған кезде сол қудалау орбитасына түскен тұлғалардың бірнеше статусы болады. Кейбір тұлға жай ғана куә болуы мүмкін, яғни бұл қандай да болса болған оқиғаның куәгері. Ол куә деп аталады. Одан кейін егерде сол болып жатырған оқиғаға бір қандай да болса қатысы бар деген күдік болатын болса, ол бұл тұлғаны бірден оған қорғалуға құқы бар куә деген статус беру мүмкін. Ол әрине куә деген тұлғаменен куәгер, қорғалу құқы бар куә деген екеуінің арасындағы айырмашылық бар. Ал енді осы тұлға осындай әрекетті жасаған тұлға деген күдік болатын болса, онда бұл күдікті ретінде статус беріледі. Енді одан кейін оның іс-әрекеті сараланғаннан кейін ол әрмен қарай сотқа берілгеннен ол айыптаушы тұлға болады ғой. Енді жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап, әрине сіз күдікті ретінде тұлға жауапқа шақырылып жатырған болса, әрине оның құқығы ешқандай жауап бермеуге, ештеңе айтпауға да құқығы бар. Бұл жерде сотқа дейінгі тергеп тексеру орган, жаңағы лауазымды тұлға тергеуші, осы тергеу әрекетін жүргізіп жатырған кезде ол міндетті түрде ол жаңағы мына қылмыстық процесстік кодекста бекітілген, көрсетілген құқықтары бар бұл тұлғаның. Сол құқықтарын оқып беру керек өзі. Оқып бермесе бұл тұлғаға былай ашып көрсету керек. Я болмаса хаттаманы толтырып жатыр ма, хаттаманың ішіндегі бүкіл құқығының барлығын тізіп, сол құқықтарын өзіне оқып, одан әрмен қарай жаңағы жауабын жалғастыру керек. Соның ішінде міндетті түрде жаңағы қандай жағдайда бұл тұлға жауап бермеуге құқы бар. Я болмаса толықтай жауап бермеуге құқы бар ма? Я болмаса өзіне қатысты, мысалы да, өзіне қатысты қандай да куә бол, тіпті куә болсын. Егерде өзінің мына айтып отырған, беріп отырған мағлұматы өзіне қарсы шығып кетуге болатын болса, әрине бұл даже куә да оған жауап бермеуге правасы бар, құқығы бар. Түсінікті. Қазіргі кезде азаматтардың құқықтары қылмыссыз қозғалған сәттен бастап өзін өзі қалай қорғай алады? Өздері қорғай алады ма өздерінен? Енді әрине біз жаңағы айтып жатырмыз ғой, егерде білімі жеткілікті, өз құқықтарын жақсы білетін сауатты тұлға болатын болса, енді ол тұлға әрине ол өз-өзін жаңағы жақсы ұстайды, дұрыс ұстайды, өзіне тиісті құқықтарын талап етеді, жаңағы сөйтіп қорғай алады. Енді мына құқықтық орбитаға түсіп жатырған тұлғалар, енді жаңа айтып жатырмын ғой, мен мысалы сарапшы маман емеспін. Мен сараптама жүргізу кезеңіндегі оны қалай жүргізеді, оның синтездеу бөлімі қандай болады, оның қарау, исследование дейміз ғой, жүргізу бөлімдері қалай болады, мен оған дұрыс айта алмаймын, себебі мен ол саланың маманы емеспін. Сол сияқты мына қудалау орбитасына түскен тұлға, ол егерде ол заң саласында, заң бағытында оның білімі болмаса, әрине ол тұлға нақты тізбелеп өзінің құқығын білмеуі мүмкін. Ол жаңағы сотқа дейінгі тергеп тексеру органның, я болмаса тағы да басқа бір органның ықпалыменен жүруде мүмкін. Енді қудалау орбитасына түскен жағына құқық қорғау органы, соның ішінде тергеуді айтайық, тергеу органы ең бірінші қылмыстық процесс кодексте 24 деген бап бар. Оның ішінде тергеуші болсын, прокурор болсын, судья болсын, сот болсын, ең бірінші болған жағдайды объективті анықтау міндеті олардың. Енді мына қудалау органы, қудалау дегені жаңағыдай деген понятияның өзі бар ғой, мына түсініктің өзі, оның өзінің қудалау, яғни қылмыстық жаңағыдай қандай да болса қылмыстық құқық бұзушылық жасаған болса, қылмыс жасалған болса, сол қылмыс жасаған тұлғаны анықтап, оны әшкерлеп, қылмысты ашып, жаңағы түпкілікті жаңағы жаза алуға дейін жеткізуге олардың жұмысы.
қазіргі кезде жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, мысалы қорғануға құқығы бар куә деп, немесе күдікті деп. Осылар жаңа оларды жауаптамастан бұрын оның құқықтары мен міндеттерін түсіндіріп, соның ішінде қазіргі кезде осы кодекстің, қылмыстық процестік кодекстің талаптарында жаңа айтқанда бір адамға өз телефон соғу құқығы деген бізде жоқ. Мысалы басқа жерлерден көріп жатырмыз. Ал соны енгізсе қалай болады? Мысалы ол да өзінің бір құқығы ретінде бірден бір адамға телефон соғып, оны мысалы полиция қызметкерлері немесе құқық органдары тоқтатқанын, немесе басқа да іс әрекеттер жасап жатқанын біліп отқан дұрыс қой. Неге соны осы кодекске енгізбеске? Сіздің ойыңыз қалай осыған? Мен сіздің бұл пікіріңізді мен толықтай қолдаймын. Себебі бұл да осындай қудалау орбитасына түскен тұлғаның бұл бір маңызды құқығының бірі деп ойлаймын. Себебі айтып жатырмыз, жаңа кейбір тұлғаның көбі, адамдардың көбі өзінің тиісті құқықтарын білмей жатады. Егер де осындай тиісті қоңырау шалу танысына, туысына, өзінің адвокатына, таныс адвокатына, я болмаса жаңа отбасылық адвокат болуы мүмкін, бір қоңырау шалатын болса, сондай құқығы болатын болса, әрине ана жақтағы тұлға бұл кісінің қудалау орбитасына түскенін уже біліп жатады. Әрине әрмен қарай енді өздерінің жаңа әрекеттерін жасап жатады. Біздің өкінішке орай қылмыстық процестік кодексте, қылмыстық процестік заңнамада бұл құқығы көрсетілмеген, нақты бекітілмеген. Ал бұл жерде тек қана адамды ұстап жатады ғой. Ұстап уақытша абақтыға қамап жатырған кезде, сол кезде тергеу сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы жаңа хабарлама ретінде жазбаша түрде жіберіп жатады. Ол хабарлама уақытында жете ма, уақытында жетпей ма, ол неше күннен кейін жетеді. Егерде тергеушінің қандай да болсын телефон арқылы сол ұстаған бойда, шақыртқан бойда жаңа байланысқа шығып, ағайындарын жаңағыдай байланыстарын алып хабарлауға міндетті деген ең болмаса бір міндетіне кіргізіп қойса, ал енді қазіргі кезде тек қана уақытша ұстау абақтысына күдіктіні танып, күдікті деп танып қамап жатырғаннан кейін ғана хабарлама жіберіп жатады. Сондықтан мен сіздің жаңа пікіріңізді мен толықтай қуаттаймын. Ол өте тұлғаның құқығы сақталуға, бұзылмауына бір үлкен өте көп кепіл болады деп санаймын. Жаңа енді өзіңіз айтып кеттіңіз, осы күдікті болғаннан кейін оны тұтқындауы мүмкін, қамауға алуы мүмкін деп. Осындай жағдайда азаматтардың құқықтары қалай сақталынады? Олар өздері не істей алады? Мысалы, енді ағайындарына хабарлама жібергенмен ол енді жетіп болған жоқ әзірге. Өзі ағайындары оны білмейді қайда екенін. Заң талаптарына сәйкес 3 сағаттан артық оны ұстауға болмайды, бірақ кейбір уақыттарда қазір енді 72 сағат немесе 48 сағатқа күдіктіні қамауға құқығы бар. Сотқа дейін тергеу органдар. Сол кезде оның құқықтары қандай? Ол не істей алады, мысалы, азаматтар осындай жағдайда? Енді мына тұтқынға алып жатырғанда, енді тұлғаны тұтқынға, бұл жерде қылмыстық қудалау орбитасы жөнінде жаңа енген тұлғалар туралы айтып жатырмыз ғой. Бұл жерде тұтқынға алу жаңағы қамауға алу, ұстау, қамауға алу. Енді бұл әрекетке жеткенге дейін сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы бірнеше тергеу әрекеттерін жүргізеді. Оның ішіндегі жаңағы оны күдікті деп тану, күдікті деп танығанға дейін бәлкім ол тұлғаны қорғалуға құқығы бар куә ретінде жауаптаған болар. Күдікті деп танығаннан кейін бұл тұлғаны міндетті түрде күдікті ретінде жауап алады. Күдікті ретінде жауапқа алған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеру органы бұны кәсіби адвокатпен қамтамасыз ету міндеті. Түсінікті. Бір заң талаптарына сәйкес негізі мына күдікті ретінде жауапты ұсталғаннан кейін бір тәуліктен кейін алуға көрсетілген. Сол бір тәулік бойынша адамдар мысалы жауапты алмай алып жатыр кейбір жағдайлар. Адамдар білмейді. Ол мана қорғануға құқығы бар деп жауап алады да бірден қамап жатқан жағдайлар да бар. Болады, жиі кездеседі. Олар сол кезде мысалы прокуратура немесе басқа осы полиция қызметкерлері немесе тергеу сотқа дейін тергеу органдарының құзыретті жоғарғы органдарына қалай шағым бере алады? Оларға мысалы телефон, байланыс телефондары бар ма деген сияқты. Немесе олар жазба шарт жазу керек пе? Мына қамауға алынып жатырған тұлға жаңағы алынғаннан кейін
бақылау органы, прокуратураның өкілдері міндетті түрде келіп тексереді. Сол кезде енді мына қамауға алынған тұлға өзінің сол кездегі құқығымен воспользоваться ету керек, жаңағыдай қолдану керек. Сол кездегі прокурорға өтініш жасап, жазбаша түрде, негізі енді әрине жазбаша түрде жазған арызды сол қамауда, абақтыда ұстап отырған тұлғалар органның өзі, полицияның өзі, жаңа абақтыда, енді конвой деп айтылмайды, абақтының қызметкерлері ғой, оларға да жазалады. Солар арқылы да ұсыныс беріледі. Негізі көбі ойлайды, мына осында мына абақтыға қамағаннан кейін, уақытша ұстау абақтысына қамағаннан кейін, тек қана бұл жердегі мәселені прокурорменен ғана тергеуші шеше алады деп. Жоқ, олай емес. Абақтыға іліндіңіз бе, сол жердегі сол абақтының бастығына да сіз арыз жаза аласыз. Әрбір тұлға сіздің жазған жазбаша, тіпті ауызша жазған арызыңызды да, айтқан арызыңызды да, жазбаша жазған арызыңызда ол қабылдау міндетті. Себебі, енді білесіз ғой, арнайы заң бар, яғни бұл заңда әрбір тұлғаның берген арызы оның уақытында қаралу керек. Енді бұл жерде осындай абақтыға түсіп уақытша түскен тұлғалар болса, егер сіз тергеуші, мысалы 24 сағатқа шейін жоқ тергеуші, сізді қамап тастады, жаңа одан кейін ішке кіргізді, хаттаманы толтырды, қолыңызға хаттаманың бір экземплярын міндетті түрде алып қалған дұрыс, жаңа екі копиясы болады ғой, жаңа көшірмесі, міндетті түрде алып қалу керек. Оның ішіндегі жаңа барлығы көрсетіледі, қай уақытта, сағаты нешеде бұл тұлға кірді, қамалды. Сол кезде егерде тергеушіні көрмей жатырсыз ба, мен бақылаушы орган прокуратурадан өкіл келіп қарамай жатыр ма, абақтының бастығы бар, ол күнделікті сол жерде жұмыста болады. Жаңа бақылап отырған тұлғалар бар, соларға міндетті түрде арызды жазып берсін, қандай оның құқығы бұзылып жатыр, қандай өтініш бар, жаңа міндетті түрде жазып берген дұрыс болады. Әрине, енді прокуратура органына жаңағы қандай да болса шағым келтіріп, я болмаса жаңаға мына лауазымды тұлға тергеушінің үстінен, қандай да болса бәлкім жеде уәкілдердің үстінен шағымдар болуы мүмкін. Міндет сол жерден де арызды жазып, сол өзінің отырған абақтысында қамауда қарап отырған тұлғалар бар, күзетшілер арқылы, солар арқылы да оларды алуға міндетті берген шағымдарды. Мысалы, кейбір мана жаңа жауап бойынша келдік, мысалы күдікті ретінде жауап алған уақытта олардың қандай құқықтары бар? Ана үнсіздік құқығы деп былайын айтылған, мен олына жауап беруден бас тарту. Сонымен қатар адвокаттың жүгіну қандай құқықтары, тергеу және процессуалдық құқықтары қандай болады азаматтың, соны қысқаша тоқталып кетсеңіз. Енді жаңа бұл жауап алу, жауап беру, ол деген тергеу әрекетінің бірі болып саналады. Егерде сізді жаңаға тергеу әрекетіне шақырып жауапкер жаңаға қандай да болса статуста жауап алып жатырған кезде, әрине күдікті, мысалы күдікті ешқандай мәлімет бермеуге, яғни ешқандай жауап бермеуге, жауап беруден бас тартуға толық құқығы бар. Ол үшін жаңаға тергеуші, қылмыстық процесс жүргізіп отырған тұлға қандай да болса оған теріс ықпал жасап, жаңа жауапкершілікке тартамын, жауап бермесең ертең үстіңнен қылмыстық іс қозғалады деп, жаңағы я болмаса мен сені қамаймын, қандай да болса тағы да басқа әрекеттер үстіңе тағы да қосымша басқа құқық бұзушылық жасады деген жаңаға талаптар болуы мүмкін, айыптар болуы мүмкін деген жағдайлар орын алып жатырған болса, енді әрине жаңағы мына хаттама бар емес пе, толтырып жатырған, бұл тұлға даже жауап беруден бас тартатын болса да, сол жерде акт толтырылады да, я болмаса жаңағы адамна күдікті ретінде жауап алу хаттаманың ішінде тергеуші міндетті түрде жаңағы мысалы сотталушы кешірім сұраймын, күдікті осындай Иванов жауап беруден бас тартады, яғни өз құқықтарын. Сонда бұлай ұсыныс білдіреді, не деп жазайын мына жерде, неге сіз бас тартып отырсыз деген сұрақтан, өз құқықтарымды пайдалана отырып, мен бүгінгі күні жауап беруден бас тартамын деп жазу керек. Егерде тергеушінің сол жердегі сізге қарсы қандай да болса әрекет жасап жатырған болса, қорқыту, үркіту, жаңағыдай бопсалау әрекеттер болып жатырған болса, осы мына менің сізге айтатын жаңағы ұсынысым, сол мына хаттаманың ішінде маған сонымен қатар тергеуші осындай әрекетінен
маған қатысты бопсалау болды, маған қатысты осындай сөзбен үркіту, қорқыту, осындай әрекеттері болды деп сол хаттаманың ішіне жазып жіберіңіз де астына қолыңызды қойып жіберіңіз. Ол да ертең сізге мына сіздің тергеушінің қандай да болса, лауазымды тұлғаның қандай да болса сіздің құқығыңызды бұзғаны жөнінде әрекеттердің бір дәлелдеу деректердің бірі болып пайымдалады, ертең алынады. Құрметті телекөрермендер, сіздердің алдарыңызда экранда телефон бар, байланыс телефондар. Егер де сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирге шығып, немесе WhatsApp желісі арқылы сұрақтарын қоюларыңызға болады. Енді жаңа түсінікті, енді тергеу әрекеттеріне келейік. Мысалы, тергеу әрекеттерінде қандай құқықтар бар бұл азаматтардың? Сотқа дейін тергеудің әрекетінде. Енді жаңа тергеу әрекеттері ол бірнеше әрекеттерден тұрады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілген кезде ол жаңаға бірінші оның біреуі жаңа жауап беру, күдікті ретінде, мысалы енді күдіктіні айтайық та, оның құқықтары бойынша күдікті ретінде жауап алу құқықтары, жауап бермеуге, я болмаса жауап беруге. Жауап берген кезде енді бұл жерде тергеуші егер де жауап беруге келсем дейтін болса бұл тұлға, онда тергеуші оған сұрақтар қойылады, бірнеше осы болып жатырған оқиғаға қатысты қандай қатысы бар, енді ол тергеушінің өзінің сұрақтары, сол сұрақтарының барлығына жауап береді өзі, қандай жауапқа жауап берем, қандай сұраққа жауап бермеймін, ол енді өзінің құқы. Мысалы, кейбір сұрақтарға жауап беріп, кейбір сұрақтарға жауап бермеуге де оның құқы бар. Дәлелдемелер ұсыну бойынша. Сосын аталған тағы да тергеу, мысалы тағы да мынандай тергеу әрекеттері болады. Мысалы, оқиға болған жерді көрсету, нақтылау, берген жауабын нақтылау, оқиға болған жерді көрсету. Себебі бұл да бір өте бір маңызды әрекеттің бірі. Егер де бұл тұлға мен бұл іске қатысым жоқ, я болмаса бұл тұлғаның бұл іске қатыстылығы аз болса, я болмаса өзгеше жаңағы бұның күдіктеніп отырған бап бойынша оның әрекеті саралауға келмейді, ол жаңағы басқа бапқа, сол кезде бұның барлығы өте маңызды. Бұл жерде оған ең бірінші құқықтық көмек, бұл тұлғаның өзі жаңа жоғарыда атап өткендей заңгер болмауы мүмкін. Ол қай жерде қандай тергеушінің назарын аудару керекті дұрыс түсіндірмей қалуы мүмкін. Міне осы жерде кәсіби адвокаттың көмегінің өте қажетті пайдасы мол. Сол жерде мысалы жаңағы оқиға орында бұл тұлға болды ма, ол қалай тұрды, жаңағы кейін бәлкім сіздің осы сол тергеу әрекетіндегі берген жауабыңыз, көрсеткеніңіз болашақта қандай да болса тағы да қосымша тергеу эксперименті сияқты, я болмаса тағы да басқа бір сараптамалар жүргізу кезеңінде үлкен жаңаға өзінің қосымша пайдасы болуы мүмкін. Одан басқа жаңаға өзіне қатысты өзінің бұл қазір күдіктеліп отырған әрекетке қатысы жоқ жөнінде әлиби жаңа дәлелдемелер ұсыну. Әрине, ол жазбаша дәлелдемелер болуы мүмкін. Ол я болмаса өзінің мына оқиға қатысты күні сол оқиға болатын жерде болмаған жөнінде қандай да болса куәгерлері болуы мүмкін. Сол куәгерлерді шақыртуға, я болмаса жазбаша түрде жаңағы дәлелдемелер ұсынуға, бұл енді неше түрлі нелер болуы мүмкін, ондай дәлелдемелер өте көп болуы мүмкін. Осының барлығы бұл енді бұл тұлғаның құқығы. Жаңа бір нәрсе айтып кеттіңіз, мысалы сараптама бойынша сараптама өткізу, тағайындау. Кейбір уақыттарда мысалы сараптаманы күдіктінің таныстырмай іс құжаттарында сараптаманың қорытындысын салып қояды. Осындай уақытта оларда дәлелдемелердің қатарынан айтып отырған сараптаманың қорытындысы ғой, алып тастауға бола ма, болмай ма, сол жөнінде бір айтып кетсеңіз. Енді дәлелдемелер қатарынан. Түсінікті. Әрбір істер, енді ол әрбір істің өзінің спецификасы бар. Кейбір тұлға қудалау орбитасына ол тергеу қылмыстық іс тіркелгеннен бастап емес, бірнеше уақыт өткеннен кейін қудалау орбитасына түсуі мүмкін. Ал оған дейін сараптамалар тағайындалып, қорытындылар алынуы мүмкін. Ол кезде әрине бұл тұлға енді ол қудалау орбитасына кейін түскеннен кейін, оның кейін жауаптары кейін басталғаннан кейін сараптама тағайындалған уақытта ол әрине таныса алмайды. Кейін жаңағы мынандай жағдайларда болып жатады, қудалау орбитасына күдікті деп таныды тұлғаны, содан кейін сараптама тағайындалып жатады. Бұл жерде қылмыстық процестік заңнама, яғни қылмыстық процестік кодексінің ішінде күдікті болып таныған тұлғаның сараптама тағайындаған
кезде оның құқықтары көрсетілген. Яғни бұл тұлғаны тергеуші аталған тұлғаны міндетті түрде бұл сараптама тағайындау жөнінде қаулысымен таныстыру керек. Оған қандай сұрақтар қойылып жатыр? Күдікті сол сұрақтарымен танысып, бәлкім осы оқиға бойынша өзінде де бір қойылатын сұрақтары болуы мүмкін. Және тергеушінің тағайындап отырған органы, қай сараптаманы қай орталыққа тағайындалып жатыр органға. Сол сараптама орталығымен келіспей, сол сарапшылармен осы мысалы Атырау облыс орталығының сараптама орталығына тағайындалып жатады. Келіспей, ол Ақтөбе, Алматы, Астана, болмаса жаңа басқа қалалардағы сараптама орталығына сарапшыларды қосуға, тағайындауға, болмаса жақсы өзі бір жаңаға маман ретінде тұлғаларды ұсынуға болады. Құқықтары бар. Қазіргі кезде мен жаңа айтып кеттіңіз, күдіктіні қамағаннан кейін бұлтартпау шаралар бар. Сол бұлтартпау шараның тек атауларын атап жіберсеңіз, былай айтқанда бірінші ол үй қамақта болуы мүмкін, кепілде болуы мүмкін деген сияқты қысқаша айтып жіберіңіз, халықтар да біліп жүрсін. Кепілдің мысалы сомасы қандай болады, қанша теңге ақша сом болу керек? Түсіндіріп айтайын. Мына енді бұлтартпау шарасы деген ол не екенін түсіндіріп жіберейін. Яғни бұлтартпау шарасы деген ол сотқа дейінгі тергеп тексеру органның қудалау арбитрасына түскен бүгінгі күні күдіктінің деп айтайын, күдіктінің әрмен қарай соған қатысты жасалатын әрекет. Яғни егерде сотқа дейінгі тергеп тексеру орган аталған тұлғаны, мына күдіктіні соттан, тергеуден бой тасалап кетуі мүмкін. Бостандықта жүрген кезде өзінің қылмыстық әрекетін әрмен қарай жасауы мүмкін. Болмаса бостандықта жүрген кезде қылмыстық қудалау органына қандай да болса қарсы өзінің ықпалын тигізуі мүмкін. Яғни мына куәларға, жәбірленушілерге бір қандай да болса оларға қысым жасауы мүмкін деген пайымдар, жеткілікті пайымдар болу керек. Жеткілікті пайымдар болған жағдайда оған жаңа бұлтартпау шарасы қолданады. Бұлтартпау шарасын қазір айтып жүрейін. Үй қамақ, жаңағы қамауға алу, кепілге беру, және болмаса ешқайда кетпеу туралы жаңағы қолхат арқылы жүру мүмкін. Бірақ енді оның әрбір бұлтартпау шарасының әрбір кезеңінде де ең бірінші ең қатаң, неғұрлым қатаң бұлтартпау шарасының жеңілдеу бұлтартпау шарасын қолдануға соған жұмыстану керек негізі тергеушілер. Рахмет сізге, Жанар Қадыржанова, бүгін келіп өзің эфирде осы тақырыпты, әлде де бұл қылмыстық қудалауға түскен азаматтар құқықтары, міндеттері әлде де көп тақырып, бірақ бір бағдарламада оны толықтай аяқтау мүмкін емес. Дей тұрғанмен де, құрметті телекөрермендер, эфирде бол бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Қош сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.